60-70% біздің ажырасуымызға себеп болған нәрсе осы романтиканың жоқтығы. Біздің көп қыздардан андай шағым түседі екен. Қазақтың жігіттері романтик емес. Емес. Пайғамбарымыз сосын үйіне келген кезде дейді. Үйіне келген кезде аяқтың дыбысымен немесе даусын қырнап білдіретін дейді келгенін. Неге? Әйелі боянып сәнденіп үлгеру керек. Күйеуінің алдына. Дайындықсыз шықпау керек. Тура сол сияқты. Абдулла ибн Масғуд деген сахаба айтады, әйелім мен үшін сәнденген сияқты, мен де әйелім үшін сәнденіп әтірленгенді ұнатам дейді. Бұл кәдімгі үлкен, еркек пен әйел бір-бірі үшін үлкен, махаббатты ұстап тұратын нәрсе бұл. Мысалға, көп адамдар, көп еркектер қазір жұмыстан келе салып, үстінен шығатын иіске, қолтығының иісіне, өз аузының иісіне мән бермейді. Ал әйелі соған айта алмайды. Сөйтіп ортада диалогқа келе алмайды да, ақырында ажырасып кетеді. Ой, ты молодец.